Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 117-ші сабағымызды бастаймыз. Кестелер мен пиктограммалар. Пиктограмма құруды үйренесің. Бірінші есеп. Сырымның отбасы жеміс-жидек жегенді жақсы көреді. Пиктограммаға қарап, кімнің нені жақсы көретінін айт. Мысал қараңыздар, мінекей, сырым ол апельсинді жақсы көреді. Одан кейін қара өрікті жақсы көреді. Одан кейін қызанақты жақсы көреді. Оның қарындасы ол апельсинді жақсы көреді. Одан кейін алмұртты жақсы көреді. Мінекей алмұрттың суреті көрсетілген. Қара өрікті жақсы көрмейді. Одан кейін алманы жақсы көреді. Келесі, анасы апельсинді, алмұртты, қара өрікті, алманы, қызанақты жақсы көреді. Әкесі де барлығын жақсы көреді. Енді қараңыздар, әртүрлі жемістер салынған себеттер санын кестеде таңбалық сурет пиктограммаларының көмегімен көрсеттік. Пиктограмма құрып, өз отбасында кімнің нені жақсы көретінін айт. Қараңыздар, бұл жаңа бізде суретте көрсетілгені, ол біздің кітаптағы мысал ретінде көрсетілгені. Ал біз мына өзіміздің салғанымыз, ол біздің өзіміздің мысалымыз. Өзіміздің отбасымызда кімнің нені жақсы көретінін бұл жерде көрсеттік. Есінде сақта, пиктограмма заттар немесе құбылыстар, олардың саны туралы таңбалық бейнелермен берілген ақпарат. Екінші есеп, сурет бойынша пиктограмма құр, банкаларды фигуралармен алмастыр. Мысалы қараңыздар, бізде алма бар. Мінекей алманың банка түрінде банкалармен көрсетілген. Қараңыздар, бізде үлкен банка бар. Ол бізде 2 литрді, 2 литр үлкені қызыл түспен жазадым. Ал қалғандары 1 литрмен, олар кішкентай шеңбермен көрсеттім, дөңгелекпен. Одан кейін келесі бізде өрік бар. Өрік деген 2 литрліктен 3 банка бар. Мінекей үлкен 3 банка, сосын және 1 литрлік 1 банка жасап қойдым. Одан кейін бізде алмұрт бар. Алмұрттан 2 литрлік бір үлкен банка және 1 литрден 3 банка бар. Мінекей. Оларды үшбұрыш арқылы және сары түс арқылы көрсеттік. Үшінші есеп, теңдік пен теңсіздік құр, досымен жарысқа түс. Мысалы, 4 қосылған 2, ол бізде 6-ға тең болады. Теңдік құрастырдық. Одан кейін 3 қосылған 4 7-ге тең болады. Бұл да теңдік. Одан кейін 5 азайтылған 4, ол бізде кем болады 7 азайтылған 2-ден. 5-тен 4 алғанда 1 шығады, 7-тен 2 алғанда 5 шығады. Келесі, 3 қосылған 4, ол бізде 4 қосылған 2-ден артық болады. Себебі 3-ке 4 қосқанда 7, 4-ке 2 қосқанда 6 шығады. Одан кейін 4 қосылған 2, ол бізде 7-ден кем болады. Төртінші есеп, қандай сандар жасырылған? Дұрыс жауапты таңда. Мысалы, бұл жерде бізде өрік берілген, өріктің орнында қандай сан тұру керек? Мына жерде бұл бізде 14, 14 таңдаймыз. 14 қосылған 2, ол бізде 16-ға тең. Келесі, алма дейді. Алманың орнында қандай сан тұру керек? 5-ке 12 қосқанда 17 шығады. Одан кейін алмұрттың орнында 8 тұру керек, себебі 18 алғанда 2 шығады. Апельсиннің орнында 17 болу керек, 17-ден 7 азайтқанда 10 шығады. Одан кейін құлпынайдың орнында 20 болу керек, 20 азайтылған 2 18-ге тең. Қара өріктің орнында 15 тұру керек, 4-ке 15 қосқанда 19 шығады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.